Hello guys, how are you? I'm glad to meet you again. Today I'm going to introduce the imperative mood. Достар, бүгін біз бұйрық рай туралы сабақ өтеміз. Imperative mood. Бұйрық рай ағылшын тілінде өтініш, шақыру, тыйым салу, бұйыру және тағы басқа мақсатта қолданылады. Бұйрық рай сөйлемдерде зат есім қолданылмайды. Міне қараймыз. Open the window. Яғни open дегеніміз ашу, ашыңыз. The window нені ашамыз? Терезені. Яғни анықтауыш болып тұр. Ал open дегеніміз бізде ашу, баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Бұйрық рай жасау үшін етістіктің infinitive түрінен to қосымша сөзін алып тастау керек. Яғни to read оқу болса, read оқыңыз. To go бару болса, go барыңыз. Stand up орныңнан тұр. Яғни қарасақ, не істеп тұр? Бұйырып тұр. Және бізде сөйлем етістікпен басталып тұр. Болымсыз түрін жасау үшін көмекші етістік do және болымсыз демеулігі not қолданылады. Яғни don't деген сөйлемнің басында тұрады, етістіктің алдында. Мысалға, тыйым салған кезде. Don't smoke. Темекі тартуға болмайды. Табанды талап, аса маңызды өтініш білдіргенде do көмекші етістігін пайдаланамыз. Яғни do read this book. Мына кітапты оқыңыз деп талап қойған кезде, біз осы do көмекші етістігін етістіктің алдына қойып сөйлем құраймыз. Келесі ережеміз. Сыпайы түрінде өтінішті және шақыру, ұсыныс білдіргенде сөйлемнің басында немесе соңында келесі сөздерді қолданамыз. Яғни please, will you, want you. Мысалы, please give me some money. Өтініш, маған аздаған ақша беріңізші. Қолданамыз ғой. Дәл осы структураны қолданып, басқа да сөйлем құрап көріңіздер. Келесі ереже. Бірінші және үшінші жаққа бұйрық немесе өтініш білдіргіміз келгенде let етістігін және етістіктің infinitive түрін to көмекші сөзсіз қолданамыз. Яғни let және одан кейін pronoun есімдік, сосын бізде infinitive келеді. Мынау infinitive бізде мынау to көмекші сөзсіз қолданады, көмекші сөзімсіз қолданады. Мысалға, let me buy you a present. Маған рұқсат етіңіз сізге сыйлық сатып алуыма. Бір іс әрекетке түрткі болу, яғни ниет білдіру кезінде let us қысқартылғанда let's, яғни қанекей мынандай нәрсе жасайық, немесе let's go to the cinema. Қанекей киноға барайық деп, бір іс әрекетке түрткі болған кезде, немесе ниет білдірген кезде, қанекей деп ұсыныс айтқан кезде біз осы let's сөзін қолданамыз. Бұйрық рай сөйлемдерде екі етістік қолданған кезде сол етістіктердің ортасына and сөзін қолданамыз. Мысалға, go and tell. Мына екі етістіктің ортасында and сөзін қолданып тұрмыз. Let's go and tell him to come back. Оған барайық және айтайық. Үйге қайт деп айтайық дейді. Артқа қайтадан қайт деп айтайық деп айтып тұр. Окей. Соңғы мұндағы жазылған ережемізге мән берейік. Бұйрық райлы сөйлемде always, яғни әрқашан деген мағынаны білдіреді, және never, ешқашан деген мағынаны білдіреді. Осы үстеулері етістіктің алдына қойылады. Мысалға, always be ready to help mother. Әрқашан анаңызға көмектесуге дайын болыңыз. Thanks for your attention. See you next time. Goodbye.